Армысыздар, Алау телеарнасында жаңалықтар ақпараттық қызметі. Студияда Сымбат Асқар, алдымен аңдатпа. Қостанай қаласында биыл 3 жер асты өткелі күрделі жөндеуден өтеді. Жоспарға сәйкес онда қимыл қозғалысы шектеулі жандар үшін ыңғайлы көтергіштер жасалып, жоғары сапалы жарықтандыру қойылады. Бұл ретте ағымдағы жылы шаһарда көшелерді жөндеу мен автобус паркін жаңарту жұмыстары да жалғасады. Халықаралық ғылыми жарыстарда жүлдегерлер қатарынан көрінген оқушылар 6 миллион теңгеге дейін сыйақы алуы мүмкін. Мәжіліс қабырғасында жаңа заң жобасы талқылануда. Айта кетейік, бұрын мұндай төлемдерді тек халықаралық пәндік олимпиадалардың жеңімпаздары ғана алатын. Қостанайда Наурыз мейрамына дайындық қызу жүріп жатыр. Дәстүр бойынша негізгі мерекелік шаралар қала орталығындағы алаңда өтеді. Наурыз думаны аясында ұлттық ойындар, концерттер және жәрмеңкелер ұйымдастырылады. Қостанай қаласында биыл 3 жер асты өткелі күрделі жөндеуден өтеді. Жоспарға сәйкес онда қимыл қозғалысы шектеулі жандар үшін ыңғайлы көтергіштер жасалып, жоғары сапалы жарықтандыру қойылады. Бұл ретте ағымдағы жылы шаһарда көшелерді жөндеу мен автобус паркін жаңарту жұмыстары жалғасады. Осы және басқа да жоспарланған жұмыстар жайында толығырақ әріптесім айтып береді. Қостанай қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жақсарту мақсатында биылдың өзінде 33,5 миллиард теңге бөлінді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда бірнеше миллионға аз. Бұл қаражаттың бір бөлігі 83 көшені жөндеуге жұмсалады. Оның 80-і орташа жөндеумен қамтылса, тағы 3-еуі толықтай күрделі жөндеуден өтеді. Ағымдағы жылы Абай Баймағамбетов көшелерінің шекарасында орналасқан Фролов пен Нариманов көшелерінде реконструкция жұмыстары жүргізіледі. Осы жобалардың аясында жол бөлігі 11 метрден 14 метрге дейін кеңейтіліп, көліктердің жүруі үшін кең орын пайда болады. Бұл жаңа қала ықшамауданы маңындағы кептелістердің болмауын қамтамасыз етеді. Сондай-ақ Азамат Бегалин биылғы жылы қаладағы жерасты өткелдерін ретке келтіру жоспары бар екенін айтты. Қостанай қаласында ондай 3 өткел бар. Айта кетейік, бұған дейін қала тұрғындары өткелдердің жағдайына көңіл толмайтындығы жайында шағым түсірген болатын. Қалың бұқара жарық пен мүгедек жандарға арналған көтергіштердің жоқтығын айтып, наразы болған еді. Слайдты қараңыз. Ер адам бала жатқан арбаны жоғары итеріп келеді. Бірақ қандай көлбеуде келе жатқанын қараңыз. Көтергіштің жақтаулары мен сақтандырулары жоқ. Білмеймін, мүгедек адамды бұлай көтеру оңай болмас. Ал слайдтың сол жағында қалай дұрыс болу керектігі көрсетілген. Оны осылай істеу керек. Бізде мұндай кең баспалдақ жоқ екені анық, бірақ кіруге болады. Мұны дәл осылай орындаңыздар. Бұдан бөлек жиын барысында автобус паркін одан әрі жаңарту жұмыстары айтылды. Естеріңізге сала кетейік, жуырда 28 қоғамдық көлік сатып алынған болатын. Оның 25-і бүгінде қала жолдарына шықты. Тағы 3-еуінің келуі күтілуде. Осылайша 2 жыл көлемінде жаңа автобустар саны 80-ге жетпек. Олжас Есенжігітов, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы. Қостанай облысында алаяқ ұсталды. Бұрын осындай қылмыстары үшін сотталған жас әйел арқалықтың бірнеше тұрғынын алдаған. Полицейлер қаскүнемнің құрбаны тек оның таныстары болғанын, оларға ол әртүрлі көмек көрсетуге уәде бергенін атап өтті. Нәтижесінде адамдар 6 миллион теңгеден астам шығынға ұшыраған. Арқалық қаласы полиция басқармасының қызметкерлері 28 жастағы күдіктіні алаяқтық жасағаны үшін ұстады. Сенімін асыра пайдаланған әйел 6 миллион теңгеден астам сомаға өз таныстарының қаражатын алаяқтық жолмен иемденген. Ол жұмыссыздарға арналған сайтта тіркелуге, тұрғын үй үшін депозиттік шоттар ашуға, сондай-ақ көкөніс өсіруге субсидия алуға көмек ұсынған. Сенімгенген алаяқ биометриялық сәйкестіктерден өту үшін жәбірленушілердің ұялы телефондарын пайдаланған. Бұл рәсім банктерде және микроқаржы ұйымдарында онлайн қарыздарды рәсімдеу үшін де қажет. Әйел мұны жасаған, бірақ ол көмектескен адамдардың атынан. Енді іс бойынша осындай көмектен зардап шеккен 9 адам өтіп жатыр. Олардың барлығына бірге 6 миллион теңгеден астам шығын келтірілді. Күдікті бұрын осындай қылмыстар үшін сотталған болатын. Қазіргі уақытта ол ұсталды және уақытша ұстау изоляторына орналастырылды. Тергеу әрекеттері бірінші интернет алаяқтық туралы іс бойынша жалғасуда. Кінәлі деп танылған жағдайда ол 3 жылдан 7 жылға дейін мерзімге бас бостандығынан айыру жазасына кесіледі. Қылмыс интернеттегі алаяқтық ретінде жүктелді, өйткені заңсыз әрекеттер смартфон арқылы және дүниежүзілік желіні пайдалану арқылы жасалған. Тәжірибе көрсеткендей, облыс тұрғындары алаяқтардың әрекеттерін тікелей эфирде көре алады. Сонымен қатар жақын арада бір алаяқ бірнеше жетіқара зейнеткерлерін өзіне сендіріп, ұзақ уақыт бойы олардың танысымен тіпті туысымы деп шабыттандырған. Нәтижесінде азық-түлік сатып алу бойынша көмек сылтаумен ол барлық жәбірленушілерден 650 мың теңге жинап үлгерген. Бұрын сотталған қаскүнем 4 жылға бас бостандығынан айырылды.
Халықаралық ғылыми жарыстарда жүлдегерлер қатарынан көрінген оқушылар 6 миллион теңгеге дейін сыйақы алуы мүмкін. Мәжіліс қабырғасында жаңа заң жобасы талқылануда. Айта кетейік, бұрын мұндай төлемдерді тек халықаралық пәндік олимпиадалардың жеңімпаздары алатын. Алайда депутаттар бұл олқылықты есепке алып, мәселені ортақ талқыға салды. Себебі ел намысын әлемдік ареналарда қорғайтын оқушылар миллиондаған қаламақыдан қағылатын көрінеді. Қажырлы еңбектің лайықты бағаланбайтын жергілікті ұстаздар да айтып отыр. Тақырыпты толығырақ әріптесім жалғастырады. Карина Нұғманова Озат мектебінің химия пәні мұғалімі. 14 жылдық жұмыс өтілінің 10 жылын ұстаз ғылымға арнаған. Бүгінде оның 20-дан астам оқушысы халықаралық жарыстарда топ жарып, жүлдегерлер қатарынан көрініп жүр. Тәлімгердің сөзінше, ғылыми байқаулар қиындығы жағынан пәндік олимпиададан еш кем түспейді. Керісінше ғылымға көп уақыт пен қаржылы еңбек жұмсалады, бірақ оның лайықты деңгейде мадақталмайтыны өкінішті деп отыр ұстаз. Ғылыми жобаларымен айналысатын оқушылар пәндік олимпиадаға қатысатын балаларға қарағанда көп уақыт пен еңбегін жұмсайды. Себебі ғылыми жобамен айналысқан балалар өз жобасының методикасын ойлап тауып, оған эксперимент жүргізуі керек. Яғни салыстырмалы түрде ғылыми байқауға қатысу қиын, бірақ оған қарамастан пәндік олимпиадаға қатысатын балаларды бір саты жоғары қояды. Қазір ұстаздың жақсы нәтиже көрсетіп жүрген екі тәлімгері бар. 9-шы сынып оқушылары Дамир мен Роман жуырда Ақтөбе қаласында өткен республикалық ғылыми жобалар сайысына қатысып, 3-ші орынмен оралған. Сөздерінше, бұндай нәтижеге жету үшін аптасына 3 рет тыңғылықты дайындық жүргізіп, білімдерін шыңдаған. Ғылыми жобаларға 7 сыныптан бастап қатысып келем. Облыстық жарыстарда бірнеше рет жүлдегерлер қатарына іліктім. Ғылыммен айналысу оңай емес, көп уақыт пен қаржы еңбек жұмсалады. Я начал заниматься этим в 7 классе. Роман екеуміз 7 сыныптан бастап бірге келеміз. Химия мен биология пәндерінен бірнеше жобаны қорғадық. Республикалық байқаудан орын алғандарға қаржылай сыйақы беріледі деп естідім, бірақ алып көрген жоқпыз әзірге. Республикалық және халықаралық ғылыми байқаулардан орын алған оқушыларға қаржылай сыйақы берілетіні рас. Тіпті жыл сайын жеңімпаздарды ұлықтайтын ресми іс-шара өтеді. Бұл жайында Қостанай дарыны өңірлік әдістемелік орталығының өкілдері айтып отыр. За каждое место, допустим, ребенок... Біздің орталық 2021 жылдан бастап ғылыми жобалардан немесе пәндік олимпиададан халықаралық не республикалық дәрежеде орын алған балаларды ұлықтайды. Ұлықтау іс-шарасы оқу жылы толығымен аяқталған кезде өтеді. Республикалық деңгейде орын алған оқушыларға 50 мыңнан 200 мыңға дейін сыйақы беріледі. Ал халықаралық дәрежеде өнер көрсетіп, жүлдегерлер қатарына іліккендер 100 мыңнан 200 мыңға дейін алады. Бұл білім беру басқармасынан берілетін қаражат, яғни жергілікті бюджеттен. Айта кетейік, қазіргі таңда білім және ғылым министрлігі тек халықаралық пәндік олимпиададан орын алған балаларға қаржылай сыйақы береді. Алайда ғылыми жобаларда орын алған оқушылар бұған қарастырылмаған. Мәжіліс қабырғасында талқыланып жатқан басты мәселе осы екеуін теңестіру. Жалпы айта кетейік, президенттің 2021 жылғы жарлығы бойынша халықаралық пәндік олимпиададан бірінші орын алған оқушылар 1500 айлық есептік көрсеткіш көлемінде төлем алады. Бүгінде бұл 5 миллион 880 мың теңгені құрайды. Алексей Краснов, Сергей Лукашин, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы. Елімізде 3 наурыздан бастап наурыз ұбдысы басталды. Тестілеуге қатысуға 3,5 мыңнан астам талапкер өтініш тастады. 11 жылдық білім сыналатын байқауға білім алушылар өздігінен не оқу орталықтарына барып дайындалады. Шаһарда күні кеше талапкерлердің нәтижелерін жақсартуға дайындайтын оқу орталығы ашылды. Орталықтың ашылу салтанатына әріптесім қатысып қайтты. Келесі сюжеттен көріңіз. Дәмі тіл үйрер фуршет көңілді атмосфера. Қостанай қаласының блогерлері мен Марисон музыкалық тобының қатысуымен Олжа Education оқу орталығының ашылуы осылай өтті. Олжа Education 10-11 сынып оқушыларын ұбт-ға сапалы түрде дайындап, тестілеуде жоғары бал алуына көмек көрсететін орталық. Мұнда оқыған оқушылардың 90% жоғары оқу орнына грантқа түседі. Оларға Қостанай қаласының үздік мұғалімдері сабақ береді. Орталық оқушыларды 5 пән бойынша тиімді бағада дайындайды. Біз енді Қостанай қаласында Чехов 106 мекенжайы бойынша орналасқанбыз. Біздің артықшылығымыз зона комфорта балалар өз ойларын ашық жеткізіп, өз қалауларынша оқи алады, яғни тиімді расписание айтсақ болады. Және де білікті мұғалімдер бар болған осы. Білім алушылардың әрқайсымен жеке жұмыс жасалып, ыңғайлы сабақ кестесі құрылады. Сабақтан бөлек орталықта кинотайм, үстел ойындары секілді қызықты іс-шаралар өткізіледі. Түлектер аптасына және айына 2 рет тест тапсырады. Осылайша нағыз ұбт-ны сезініп, оқушының біліміне талдау жүргізіледі. Қатемен жұмыс жасалады.
Мен білім инновация лицей интернатының 11-ші А сынып оқушысымын. Олжа Educationға оқып жатқаныма 2 аптадай болды. Оның алдында маған пробный сабаққа келуге мүмкіндік болды. Маған пробный сабақ ұнады, қалай түсіндіргені. Сондықтан осы Олжа Education таңдадым. Ата-анаммен келісіп, және бағасы да қолайлы. Бірінші келгенде әр адамға скидка берді. Мен ұбт-ға биология химия пәндерін таңдадым. Болашақта дәрігер болғым келеді. Және де осы курста маған химия пәнінің мұғалімі қатты ұнайды. Оның методикасы өте жоғары деңгейде деп айтуға болады. Оның есімі Олжас ағай. Соған мың алғысымды білдіргім келеді. Себебі оның арқасында менің химияға деген махаббатым ашылды. Айта кетейік, ұлттық бірыңғай тестілеуде жоғары нәтиже көрсеткен оқушыларға арналған мотивациялық сыйлықтар қарастырылған. Мәселен, наурыз ұбт-сынан жоғары балл жинаған қатысушы Дубайға жолдама. Ал жазғы ұбт-дан үздік нәтиже көрсеткен оқушы соңғы үлгідегі iPhone 16 сыйлығын иеленеді. Олжас Есенжігітов, Қарагөз Мақатова, Алау. Қостанайда наурыз мейрамына дайындық қызу жүріп жатыр. Дәстүр бойынша негізгі мерекелік шаралар қала орталығындағы алаңда өтеді. Наурыз думаны аясында ұлттық ойындар, концерттер мен жәрмеңкелер ұйымдастырылады. Мерекелік шаралар 14 наурыздан бастау алады. Наурыз жаңарудың, жаңғырудың, табиғаттың қайта оянуының мейрамы. Дәстүр бойынша жыл сайын 21, 22, 23 күндер тойланатын бұл қасиетті күндер биыл ерекше атап өтіледі. Өткен жыл наурыз 10 күн бойы тойланып, әр күн белгілі бір тақырыпқа арналып жоспарланған. Қостанай қаласында наурыз мерекесінің басталуы 14 наурыздан тойланады. Алғаш күн достар мен туыстармен кездесудің, үлкендерге құрмет көрсетудің күні. Қостанай қаласында балаларға арналған танымдық шаралардың бағдарламасы өте қызықты өтпек. Армыстың әз наурыз интерактивті ертеңгілігі балаларға ұлттық мәдениетті танытуға зор үлес қосады. Сонымен қатар Амал келді, жыл келді атты театрландырылған концерттік бағдарламада ерекше әсер қалдырады. 15 наурызда Қостанайда өтетін қайырымдылық шарасы азаматтар үшін ерекше маңызды. Қамқор жандардың қиын жағдайға тап болғандарға көмек көрсету, қоғамдағы мейірімділік пен бірлікті нығайтуға бағытталған. Сондай қала орталығына 120 тонна түрлі өнім әкелетін 100-ге жуық тауар өндірушілердің жәрмеңкесі өтеді. Балық, ет, жарма, макарон өнімдері, күнбағыс майы мен ұн сияқты өнімдерді саудаға шығарылады. Ал 15-16 наурызда жастар сарайы сахнасында наурыз достарды шақырады. 6-шы хореографиялық өнер фестивалінің қатысушылары өз өнерлерін көрсетеді. Башқұртстан, Қырғызстан, Ресейдің Архангельск, Санкт-Петербург, Челябі қалаларынан қонақтар келеді. 17 наурызда өтетін шаңырақ күннің басты тақырыбы отбасы құндылықтары болмақ. Бұл күні қаладағы барлық мектептер мен балабақшаларда тақырыптық шаралар өтеді. Олардың қатарында 18, 19 және 20 наурыз өтетін ұлттық киімдер, тағамдар мен сорт күндері бар. Биыл негізгі мерекелік шаралар бірден 6 жерде өтеді. Қала орталығында және облыс әкімді жанындағы алаңда, КСК ауданда, әуежайда, Дружба тұрғын алабы мен Қонай және юбилейный шағын аудандарында. Мәжит Шүленов қостанайлықтар көктем мерекесін өз аулаларында тойлау дәстүрін қалыптастырғанда атап өтті. Биыл 16 аула бар. Сіздердің іс-шараға қатысқандарыңыз керемет. Центр парк мүлік иелері бірлестігінде мереке өте қызықты, әрі жылы атмосферада өтеді. Дастархан жайып, тәттілермен бөлісу, балалардың концерт көрсетуі бәрде мерекелік көңіл күйді арттырады. Бір-біріне қолдау көрсетудің және қала тұрғындарының бірлескен әрекетінің маңызы зор. Мұндай шаралар адамдарды жақындатып, қауымдастықты нығайтады. Келешекте де осындай керемет мерекелер жалғасын таба берсін. Барлығы 40 киіз үй қала орталығында орнатылады. Олардың ең көп саны орталықта болады. Дәстүр бойынша 22 наурыз күні таңертең Алтынсарин көшесінде сауда жүріп, концерттік бағдарлама сағат 11-де басталады. 1 наурыз күні Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылдығы мен алғыс айту күніне арналған форум өткізілді. Шарада қоғам белсенділері, арнайы шақырылған қонақтар мен ардагерлер бас қосты. Ассамблеяның қоғамдық келісім мен этносаралық қатынасты дамытудағы рөлінде тоқталды. Толығырақ келесі сюжетте көріңіз. Көктемнің алғашқы күні елімізде қос мереке тойланады. 1995 жылдың 1 наурызында Қазақстан Халқы Ассамблеясы құрылды. Ассамблея түрлі этнос өкілдерін бір шаңырақтың астына біріктіріп, ұлттық дәстүрлерді сақтауға, жалпы ұлттық мәдениетті қалыптастырып, еліміздің даму жолында қалтықсыз қызмет етіп келеді. Сондай-ақ бұл күні барша қазақстандықтар бір-біріне құрмет көрсетіп, ризашылықтарын білдіреді. Алғыс айту күнін тойлайды. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов қоғамдық келісімді қалыптастыруда ассамблеяның рөлін атап өтіп, мемлекет басшысының құттықтау хатын оқыды. Ассамблея ұлттың жаңа сапасын қалыптастыру, отаншылдық пен ынтымақтастық, жасампаздық пен жауапкершілік сияқты басты құндылықтарды дәріптеу жолында айрықша
роль атқарады. Сіздер еліміздегі бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтау және жалпы ұлттық бірлікті нығайту үшін аянбай еңбек ете бересіздер деп сенемін. Жетістіктер көп болсын, баршаңызға зор денсаулық, бақ, береке тілеймін. Қасым-Жомарт Тоқаев. Форумда қоғамдық өмірге белсене араласып, үлесін қосып жүрген азаматтар облыс әкімінің құрмет грамотасымен марапатталды. Марапатқа ие болғандардың бірі Алексей Морозов. Мемлекеттік тілді меңгерген ол 5 баланың әкесі, теміржол саласында қызмет етеді. Сол темір жолда істейміз, связь береміз біз. Бірне болып қалса, Құдай сақтасын, болмай қойшы не. Если связь болмаса, бізге сондай біз барамыз, қандай точкада связь жоқ, соған барып біз связь береміз. Сол менің жұмысым сондай. Қобылға көттім жамандай. Дальше атаки кете алмайдым. Құмар Ақсақалов 2025 жыл елімізде жұмысшы мамандықтар жылы екендігін атап өтті. Облыс әкімінің сөзінше, еліміздің тұрақты дамуының негізі болып табылатын еңбек адамы насихаттап, оларға құрмет көрсетілуі тиіс. Салтанатты жиында қоғам белсенділері, жастар, арнайы шақырылған қонақтар мен ардагерлер жиналды. Этномәдени орталықтар, этномәдени орталықтарының жетекшілері, олар әрқашанда іс-шараларын өздерінің атымен өткізгенмен енді басқа этномәдени орталықтардың жетекшілері және белсенділері араласып тұрады. Тек қана Қостанай өңірінде ғана емес, басқа облыстарда болып жатса, біз бір-бірімізге барып осындай қарым-қатынаста боламыз. Форум соңында мемлекеттік тілді меңгерген жұмысшы маман иелері сөз сөйлеп, пікірлерімен бөлісті. Сергей Лукашин, Қарагөз Мақатова, Алау. Шорт-тректен Канаданың Калгари қаласында өткен әлем чемпионатында өңірдің қос спортшысы жүлдегер атанды. Жасөспірімдер арасындағы әлем біріншілігінде жергілікті спортшылар Полина Мильчук пен Анастасия Галична өнер көрсетті. 3000 метрлік топтық эстафетада спортшыларымыз Оңтүстік Корея өкілдеріне жол беріп, екінші орынға ие табан тіресе, Анастасия Галична 2000 метрлік микс эстафетасында қола медаль жеңіп алды. Айта кетейік, қос спортшыны ауқымды додаға жаттықтырушы Николай Федоренко дайындаған. Якут унтылары қайтадан Қостанайда. Аяқ киімнің ерекшелігі оны жасау кезінде тек табиғи материалдар қолданылады. Унтылар ыңғайлы және ең бастысы өте жылы. Кең өлшемді қатар әртүрлі стильдер және алуан түстер. Зейнеткерлерге жеңілдіктер бар. Толығырақ әріптесінің әңгімесінде. Якут унтылары қайтадан сатылымда. Декормен және түсімен ғана емес, сонымен қатар стилімен де ерекшеленетін модельдер қатары. Бұл аяқ киім барлығына жарамды, тозбайды және киюге ыңғайлы. Ең бастысы, сіздің аяқтарыңыз әрқашан жылы болады. Унтылар 40 градусқа дейінгі аязға да төтеп бере алады. Мұнда тек ішкі жағынан ғана емес, сыртынан да жүннен жасалған әрлеу бар. Мұндай аяқ киімде тіпті ең қатты қыста қорқынышты емес. Олар сыртқы түрі бойынша ауыр және көлемді болып көрінуі мүмкін, бірақ шын мәнінде олар бірнеше сағаттық серуендеуге, ашық қысқы демалысқа, сондай-ақ балық аулауға және аң аулауға өте ыңғайлы. Бізде якут тонтыларының қысқа және ұзын болып келген түрік тондарының түсімі бар. Өлшем қатары 46-тан 68-ге дейін. Сондай-ақ сатылымға ерлерге арналған курткалар мен эко-былғарыдан жасалған тондар да қойылған. Және түрік тондарының үлкен түсімі, әртүрлі өлшемдер мен түстер. Олар жеңілдігімен ерекшеленеді. Мамандар оларды жасау үшін заманауи технологиялар қолданғандығын, сондықтан тондар жеңіл және ұзаққа төзімді болып келетіндігін белгілейді. Сондай-ақ сатылымда күзен және бутон ішіктер де бар. Бұл тұрғысында да бағалар жағымды таң қалдырады. Жеңілдіктер мен акциялар да қолданылады. Біздің акциямызды да ұмытпайық, ескі тонды әкеліп, жанасына 100 000 теңге көлемінде жеңілдік аласыз. Зейнеткерлерге қосымша жеңілдіктер де бар. Сіздің барлық сатып алуларыңызды біз 12 және 24 айға бөліп төлеуге қоя аламыз. Сіз ішік тондарды және якут унтыларын 10 наурызға дейін сатып ала аласыз. Google 74 Қазақстан кинотеатрының ғимараты 2-ші қабат. Күн сайын таңғы 10-нан кешкі 7-ге дейін демалыс және үзіліссіз. Ал тәжірибелі кеңесші сатушылар сізге дұрыс таңдау жасауға көмектеседі. Осындай ақпаратпен хабарымызды аяқтаймын. Сау саламатта болыңыздар.